Сәлем достар, біз бүгін маклюбе дайындайтын боламыз. Оған бізге ет, картошка, сәбіз, пияз және де тұз бұрыштар керек болады. Қазанымызға майымызды құйып, осылай етімізді және құйрық майымызды қуырып бастаймыз. Етті жақсылап қуырып алып, осылай отдельно түсіріп аламыз. Және де майын, то есть сорпасын осылай отдельно құйып аламыз. Қазанымызға жаңадан май құйып, картошкамызды осылай қуырамыз. Осындай міне қызарып, жұқа болып пісуі керек. Содан кейін сәбізімізді де дәл осылай қуырып аламыз. Қазанымызға тағы да кішкене ғана май құйып, күрішімізді осылай жартылай шикілей қуырып аламыз. Содан кейін үстіне кішкене су құйып, осылай бұқтырып, жартылай пісіреміз. Толық піскетпеу керек, жартылай ғана піссе, солай жетеді. Енді бөлек ыдысқа бәрін жинайтын боламыз. Бірінші астына кішкене сұйық майымызды құйып, үстіне пиязымызды осылай домалақ қылып қойып шығамыз. Пияздың үстінен келесі слой қылып, жаңағы қуырылған сәбізімізді осылай қойып шығамыз. Осылай бір келкі ет қойып шыққаннан кейін үстінен келесі етті қойып шығамыз осылай. Етіміздің үстінен піскен картошкамызды қойып шығамыз осылай. Осылай толықтай жауып, әдемілеп қойып шыққаннан кейін, оның үстінен шикілей піскен күрішімізді саламыз. Аузын жауып, баяу отқа қойып, 10 минут пісіреміз. Содан кейін осылай табағымызға әдемілеп түсіріп, айранымызды құйып, салатымызды жан-жағынан қойып дайындаймыз. Осымен біздің маклюбе дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басуды ұмытпаңыз.